Сәлем достар, сіздермен бірге Альфия. Қазір сіздерді өте керемет техникамен таныстырғалы отырмын. Бұл, конечно, символ, қарым-қатынасты жақсартуға арналған символ. Егер де күйеуіңменен, немесе әйеліңмен, жүретін қызыңмен, жігітіңмен, немесе достарыңмен, досыңмен ұрсып қалған болсаңыз, осы техниканы жасауға болады. Айға, күнге байланысты емес, любой кезде жасай бересіз. Және қалай айтсам болады, любой кезде жасай беруге болады бұны. Ол үшін бізге екеуіңіз бірге түскен сурет керек. Егер де сурет таба алмай жатсаңыз, онда осындай ақ бетті аласыз да, сызығы жоқ, клеткасы жоқ, ақ бетті аласыз да, кішкентай форматта, міне, мен әдетте сіздерге үлкен форматта көрсетемін, ал сіздер осындай кішкентай форматта саласыз. Бірінші мына жерге атыңызды жазып аласыз. Егер сіздерде екеуіңіздің бірге түскен суретіңіз болмаса, мысалға сіздің атыңыз Айгүл, бірінші өз атыңызды төменнен жоғарыға қарай жазасыз. Бір. Екінші, астына кіммен қарым-қатынасты жақсартқың келеді, сол адамның атын жазасыз. Мысалға, Ербол. Иә. Осылай жазасыз да, осылай жазасыз. Осының артына, міне, артына, мынаны арты делік, міне, осының артына не істейміз? Осының артына, яғни мына жазудың артына символды, мынау арты делік мысалы, символды салуыңыз керек. Мен айтқан символды салуыңыз керек. Егер де сурет болса, онда суреттің артына манағы символды саласыз. Егер екеуіңіздің суретіңіз болса, мысалы бірге түскен осындай суретіңіз болса, осы суреттің артына манағы символды саласыз. Егер де суретіңіз болмаса, осылай аттарыңызды жазып аласыз да, осының артына символ саласыз. Түсіндіңіз ғой, да? Достар, любой ручкаменен түсі ана техникалар сияқты түс маңызды емес. Ана техникаларда міндетті түрде жасыл түс болу керек, немесе қара түс болу керек деп айтам. Ал мынада любой түспенен сала бересіз. Көңіліңіз қалаған любой цветпен сала бересіз, достар. Басқа не айтып кетем сізге? Әдетте бұл символды салғаннан кейін 7-10 күннің ішінде эффекті біліне бастайды. Өздеріңіз көре бастайсыз, қарым-қатынасыңыз жақсара бастайды. Ал 40 күннен кейін кәдімгідей дұрысталады араңыз. Барлық кедергілер кетіп, түсінбеушіліктер кетіп, бұрынғыдай сүйіспеншілік, бір-біріңізге қарым-қатынасыңыз дұрысталады. Қазір барлығын түсіндіріп, қалай салатынын көрсетемін. Достар, мен қалай салам, дәл солай салуларыңыз керек сіздер. Мен үлкен форматта салам, сіздер кішкентай форматта саласыз. Немесе суреттің артына саласыз. Міне. Осылай қайық сияқты, міне, көрініп тұр ғой, достар. Осылай, міне, домалақтаймыз мына жерді. Одан кейін мынадан сәл, міне, мынаның бетіп, осының тұсынан бұлай келтіреміз де, сәліне жақындатып. Одан кейін бұлай домалақ саламыз, міне. Көрдіңіз ғой, достар? Иә. Одан кейін мынаның қақ ортасынан үлкен таяқша жібереміз. Қақ ортасынан үлкендеу таяқша жібереміз. Міне, жібердік, достар. Көрініп тұр ғой, достар? Одан кейін сәл мына жерге азғантай қалдырамыз да, мынандай таяқша сызамыз. Бір таяқша, одан кейін екінші таяқшаны жібереміз. Достар, мына екеуінің несі бірдей болу керек. Бірдей болу керек көлемі, да. Одан кейін мына жерді точка қылып сызып аламыз бірінші. Одан кейін былай, міне, былай жасайсыз. Достар, бірінші сіздер бар ғой, қолыңызды жаттықтыруыңыз керек ол үшін, міне, көрініп тұр ма, достар?
қолыңызды жаттықтырмасаңыз сыз алмайсыңыз, мен сияқты. Мен міне сыз алмай нетіп жатырмын. Иә, міне одан кейін мына жерден мынандай сызық, міне солдан оңға қарай сызық істейміз да, одан кейін мынаны төмен түсіріп қайттан былай кетіреміз. Міне мына жерден төмен түсіріп былай кетіреміз. Міне достар, қайта бірінші сызып көріңіз. Бұны ошибка жасау керек емес. Мен қалай сіздің дәл сондай сызу керек. Сосын мысалы таяқшаны ұзындау алдыңыз ғой. Мына жерге не кішкене мынандай не жасаймыз. Таяқша жасаймыз да. Одан кейін мынау таяқша менікі бояу сияқты болып кетті. Қазір осындай таяқша менікі просто боялып кетті. Одан кейін мынандай жарты ай сияқты мынаған тегізіп, мына затқа тегізіп осындай сурет саламыз. Одан кейін мына қақ ортаны мынауменен қақ ортадан міне примерно осылай және осындай сызық кетеді. Міне көрдіңіз ғой достар. Одан кейін мына неменен сызықпенен теңдес болу керек. Міне көрдіңіз ғой достар. Осындай қылып сызып аласыз. Одан кейін мына жаққа да не істейміз? Жоғарыдан төменге қарай жарты ай осындай тиіп тұру керек. Жарты айдың суретін саламыз. Міне көрдіңіз ғой. Мына жерге бүйтіп салдық. Міне одан кейін мына жерге не істейміз? Домалақтап сызамыз. Міне көрініп тұр ғой достар. Одан кейін мына жерге 1-2 точка қоямыз. Мына жерге 1-2 точка қоямыз да, мынаның барлығын, мына символды не істейміз? Бүйтіп қоршап аламыз домалақ қылып. Міне осымен символымыз дайын достар. Көрініп тұр ма? Символымыз дайын. Міне символымыз дайын. Қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Дальше не істеу керек екенін. Осы сурет болса, енді мынау сурет қой. Сурет болса, мынау суреттің артына сыздыңыз. Осыны салдыңыз. Осы суретіңіздің, екеуіңіздің суретіңіздің артына осы символды салдыңыз. Осы суретті өздеріңіздің киімдеріңіздің арасына 40 күнге тығып қоясыз. Киімдеріңіздің арасына 40 күнге тығып қоясыз. Шатасып кетпеу үшін блокнотқа жазып қойын, қай күні жасағаныңызды. Мысалы, 2 февральда жасадым десеңіз, 40 күн санайсыз да, 40-ші күні мынаны суретті шығарып алып, мына жерге 1 свеча, мына жерге 2-ші свечаны подсвечникке немесе крышкаға қойып, мына жерге 1 свеча, мына домалақтың үстіне 2-ші свечаны, любой свечаны жағасыз. Екеуін бірдей жағасыз. Бірінші мына свечаны жағасыз, екінші мына свечаны жағасыз. Себебі активация жүру керек. Свечаны жағып ештеңе оқымайсыз. Полный жанып болған қадағалап отырасыз да, жанып болғаннан кейін свечаны любой ағаштың түбіне лақтырып тастайсыз. Ал мынаны бір жерге тығып қоясыз. Немесе альбомның бір несінің арасына салып қойсаңыз болады, егер суретіңіздің артына жасаған болсаңыз. Сіздер осы символды жасап бастағаннан бір 7 күн, 10 күн өткеннен кейін сіздің ең бірінші белгілер пайда бола бастайды. Қарым-қатынасыңыз жақсарып, араңыз взаимный дейді ғой, сыйластық барлығын сіздер уже жаңағы біліп бастайсыз. Барлығын белгілерді барлығын көре бастайсыз. Ал мына свечаны жаққаннан кейін кәдімгідей араңыз жақсарады. Гармонизация болады, қарым-қатынасыңыз дұрысталады.
түсінушілік пайда болады араңызда. Сондықтан ерінбей жасап көріңдер достар. Каналыма жаңа келген көрермендер болса тіркеліп кетіңіздер. Алда өте керемет техникалар салатын боламын. Видео ұнаса лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сәттілік.